Кемпірлер. Дулат Исабеков. Біздің ауылдың шет жағында еңсесімен көз тарта қоймайтын кішкентай ғана елеусіз бір үй бар. Оның өзгелер сияқты сыпырылысып келіп жатқан мейманы да жоқ. Шалқып жатқан дәулетімен шаруасы да жоқ. Осы үйдің құрым киізбен қапталған қара есігінен бір үлкен бір кіші екі адам, әжесі мен әлгі мектепке бара қоймаған немересі ғана кіріп шығып жүреді. Екеуі бір-біріне серік, бір-біріне жұбаныш. Әжесінің асқар таудай тілегі жұдырықтай немересі. Жұдырықтай немересінің асқар таудай арқа сүйері қушиған кәрі әжесі. Бар байлықтары екі саулық, бір шыбыш, аламсық және осыдан 3 ай бұрын ғана асырап алған қара күшік. Екеуіне бұдан өзге дәулеттің де дүниенің де керегі жоқ. Тек Құдай патшаларға тыныштық берсін. Әне бір жаман немере аман болсын. Ел тоқ болса екеуіне осы байлықта жетеді. Құлағы салпиған қара күшік түнімен үйді айналып шәуілдеп үріп шығады. Әліне қарамай ол да осы үйді қорғайды. Оған да осы үй қымбат. Ой аптың құрғыр, деді әжесі тыныш түнде ұйқысы жатып. Бірақ бұл кеу емес, керісінше оның бұл үнінен үй болып түтіндетіп отырғанымызға шүкір. Балам өліп, келінім кетсе де жалғызымның көзіндей боп немерем қалды. Ішіме құса толып, өзіңе тіл тигізген кезім болса кешіруге жаратқан. Қуартып, қу басымды қалдырсан қайтер едім. Немере сүйдіріп, ит асыратқаныңа, оны шәуілдетіп үргізіп қойғаныңа құлдық деген жоққа нысап, барға қанағат, ризашылық көңілін аңғаруға болатын еді. Таң атқан соң бұлар да өзгелер сияқты өз тіршілігіне кіріседі. Екеуі сөйлеп жүріп, қорадағы 3 малды өріске айдайды. Итке быламық қайнатады. Сөйтіп жүргенде иығы бүлкілдеп, сары самауырда қайнап, әжесі дастархан жаяды. Күнде осы кезде дастархан басында 2 адам отырады. Бірі жүзін әжім басқан қарт әже, екінші уыздай балғын немере. Барлық жастық шағы мен балғын дәуірі немересіне сыйлап әже отырады. Сол әженің арқасында жетімдік дегенді жете білмей мәз-мейрам боп бала отырады. Сәлден кейін көрші кемпірлердің бірі кеп әңгіме құрады. Не шай іш деп ертіп кетеді. Шаңырақ астында қонақсыз, кісісіз отыра алмайтын қазақ емес пе? Біраз кемпір бір үйге жиналып шөлдемесе де қоңыр әңгіме үшін күрең шайды шайлап тартып отырады. Бәрінің айтатындары ел тыныштығы, балалары мен немерелерінің амандығы. Кейде бір-біріне өкпе айтады. Тәшкеннің балаң келгенде бір мейізде таттырмадың ғой сен, қу кемпір, деп өздерінше бұртиған болады. Біздің қолға да қарға тұшар, тұра тұр, Түркістанда қызын төркіндетіп келсін, деп қайсы бір алда тұрған қуанышын айтып, өзінің де қыз беріп қыз алған шаңырақ екенін әзілдеп болса да байқатып өтеді. Арагідік келіндерін жамандаған боп мақтанып та алатын сәттері кездесіп қалады. Ана кіші келінім деп төрде отырған кимешекті кемпір дауысын кілт төмендетіп: Ене-ау, ас аңдығандай боп қыдыра беріп қайтесіз, үйде отырсаңызшы, Сәрсенгүлдің де оянатын кезі боп қалды, деп күлімжейді маған кеп. О, әдірем қалау сен, әдірем қал, дедім өзіне. Ас аңдығандай боп деуін қарашай мұның, немене мен қыдырсам, аштықтан қыдырады ғой деймісің, әңгімелесеміз, отырамыз, көрге кіргенше күлді көмеш боп көміліп үйде отыра бер демекпісің, о несі түге. Сәрсенгүлдің оянатын кезі боп қалды дейді ғой маған барып. Жыласа жұбатып ал өзің. Бір емес 5 баланы қабақ шытып жүріп мен де өсіргем, енді рахатын көрмеймін бе деп есікті тарс жауып шықтым да кеттім. Өлігің әдіре қалғыларды сөйтіп қоймасаң да болмайды. 5 бала өсіріп 5 келін түсіріп отырсаң сол жаялық жау. Керегіне маған ол күшіктердің, өсірсін өздері. Олар маған рахат көрсетіп басыма көктас қояр деймісің бір? Ай қатира, тәуба деп сөйле, тәуба деп, деді қалампыр. Немерең болмаса, неменең қадірлі сенің? Құдайдың берем десе баласы жоқ па, жіберем десе бәлесі жоқ па деген. Алла кәріне алып жүрсе қайтесің? Қойшы қайдағын айтпай, астапыралла, кешіруге артық сөйлесем. Беу қалампыр, соны шын айтып отыр дейсің ба мені бір? Кемпір болып үй бағып отырған соң кейде ұрсамыз, кейіміз әйтеуір. Бағана Сәрсенгүлдің құрсын деп ашуланып шығып кетсем де, жол жөнекей ойымнан кетпей көкейімде түйткі боп тұрып қалғаны. Кешіре көр Құдай.
Бәрі де сол жаман немерелердің арқасы емес пе деп әлгінде ғана жіберместей боп қатып отырған Қатира суға түскен кесектей езіліп көзіне жас алып шыға келді. От басында отырып осылайша сырласу, күрең шайды ұрттай түсіп мәслихаттасу кемпірлердің сүйікті сәттері-ау. Үй іштерімен қанша ренжітсе де, қапаланса да, қуанса да, бәрі солардың арқасы екен айтып, алдымен елде сонан соң балаларына тыныштық, амандық тілеп, түске жақын орындарынан тұрады. Бұлардан шыққан соң немересі жетектеп Қалампыр әжейді үйіне аяңдайды. Алғашқы сәтте жүрегінің терең түпкірінен белгісіз бір мұң мен жапа бас кетіргендей бойын көңілсіздік билейді. Бұл сезім өз үйлеріне келіп, құлыптаулы есік алдында иелерін күтіп жатқан қара күшікті көргенде бұрынғысынан да үдей түсетін сияқты. Әсіресе түн ортасы әлдеқашан ауып, маңайды өлі тыныштық басқанда, кәрі сүйектен ұйқы қашып қай-қайдағыны ойлайды. Өзекті жанда өлім бар, бір күні көз жұма кетсе мына жалғызымның күні не болмақ дегенде көкірегі өксікке толы көз көбісіне ыстық жас көлкілдеп шыға келеді. Қазір алсаң да жас кетіп бара жатырмын демесем, бірақ мына қарға оң солын танығанша қарайлай тұр жасаған деп немересі үшін өзіне өмір тілейді. Өйстіп жатып, әлгіндегі өзі сияқты кемпірлердің тасып шалқып сөйлеген сөздерін, оларға сыпырылысып келіп-кетіп жататын кісілерді еске алады. Сол сәтте жүрегінде белгісіз бір қызғаныш сезімі ұялағандай, бізге неге ешкім келмейді? Қашанғы бір үйдің қонағы боламыз, бізге қонақ қабылдап көңіл жадыратпаймыз. Ағайын деген қайда? Өзгелердікі сияқты неге араласып жатпайды шіркіндер? Әлде әбіржітпейік деп аяй ма екен? Деп өз-өзінен таңданады. Әлде пейілім тартылып бара ма? Құдай сақтасын, мына немерем бір күнгі қуанышынан садаға бәрі де. Көз ілініп кеткен екен. Әлдекімнің терезені асығыс тақылдатқанынан оянды. Бұл қайсысың? Ай Қалампыр, сүйінші, деді сырттағы дауыс. Оның бағанағы Қатира екенін бірден таныды. Сүйіншің қойныңда не болды? Жайбасардың әйелі ұл туды. Ой айналайын, аман-есен босанған екен ғой, ойбай-ау. Кірсең шүйген неғып тұрсын есіктің алдыңда? Есік ілінбеген. Жоқ, мен кетейін. Енесі сырқат қой. Тез бармасам болмас. Кіндігін кесіп бола салып, сені қуантқалы осылай қарай жүгірдім. Ал тез киініп келерсің. Сүйіншіңді ұмытпай, кемпір. Кейін ана Тұрлыбегің үйленгенде көрімді кетіп қайтарамын. Қалампырдың жүрегі лүп ете қалды. Құдай тілеуіңді бергір Қатира, деді ішінен асығыс киініп жатып. Ақ тілеуіңді періште әумин-десін, бала-шағаңның игілігін көргірде ниеті қандай түзу еді. Ол немересін ұйқылай көтеріп алды да есігін жаппастан сүріне қабына ауыл ортасындағы келіні босанған үйге қарай асығыс жүгіріп кетті. Жайбасар осы ауылдағы тракторшы жігіт. Үйленгеніне 14 жыл болса да келіншегі құрсақ көтермеген. Енесінің келінін апармаған тәубі түнертпеген мазары жоқ. Арыстан баппен Түркістанға талай барып талай келді. Қаратпаған білгір дәрігерлер де қалмады. Алладан да адамнан да үмітін үзіп отырған шақта келіні жерік болды. Содан бастап шағын ауылдың аузында Жайбасардың әйелі Құдай тілеуін беріп, өшкен үмітін қайта жаққан екен бейшараның. Бір атадан қалған жалғыз тұяқ еді. Көп әулие әнбиелердің бір шапағаты тиген ғой деп әркім әрқалай қуанышын білдіруде. Қалампыр Жайбасардың үйіне келгенде жиналған жұрт нәрестеге ит көйлек кигізіп те қойыпты. Ол немересін оңаша үйге жатқызып кеп шаршыға түйген бір уыс күміс ақшасын абыр-сабыр болып жатқан жұрттың үстіне шашып жіберді де, әй Қатира, сүйіншің мынау болсын, аяқ астында бұл да өзгенің реті келмеді, деп оның басына шәл орамал жауып, қолындағы сусылдаған түгелі жібек көйлек ұстатты. Озды мына Қалампыр бәрінен, деп Қатира кемпір өз келіні босанғандай көңілдене саңқылдай сөйлеп жүр. Қалампыр төсек тартып жатқан Сырғагүлдің қасына келді. Келінің босанып немерелі болғанда бұл жатсын қай жатыс, деді құрдасын көңілдердендірмек болып. Мейлі не болса да немереңді көрдің, құтты болсын. Бәсіресіне көгендегі саулығымды тадым. Алланың рахымы жаусын саған Қалампыр, Құдайдың көрсеткеніне қылдық. Енді өлсем де арманым жоқ. Биік жастықта шалқалап жатқан Сырғагүлдің көзінен аққан ыстық жас жастығын жуып кетті. Үй толы кемпір, у-шу, абыр-сабыр. 2-3 күн өткен соң Сырғагүл үйінің қуанышы да саябырсып, кемпірлер өмірі қайтадан қалпына келе бастады. Осы қуаныштан кейін Қалампыр көңіліне қаяу қалып кеткен
Кішкене бір оқиға болды. Олар Сырғагүлдің үйінен келіп төсек салып жатып қалған еді. Сәлден соң немересі: «Әже», деді. «Ау құлыным, сырттан неге үрмейді? Ұйықтап қалған шығар. Иттер де ұйықтайды ма?» «Үрен ұйықтайды. Біз оған тамақ бермедік қой». Қалампырдың ойына күшіктің кешелі бері еш нәрсе жемегелі түсті. «Әлді байғұс-ай, ауыз тамдағы тостақта сүт тұр еді, құйып бере қойшы». Тұрлыбек далаға шығып күшігін дауыстап шақырды. «Жоқ, сырттан, мә». Күшіктің сыбысы білінбейді. Шынымен ұйықтап жатқан шығар деп ұясын көрді. Мал қораны қарады. Ізім қайым. Ол там айналып үйге қайта келгелі бұрыла бергенде қараң көлеңке бұрышта күшігінің серейіп өліп жатқанын көрді де «Әже!» деп айғайлап жіберді. Әжесі далаға атып шығып немересін көтеріп алды да: «Не боп қалды? Далаға жалғыз шықпа дедім ғой саған», деп оны таңдайын басты. «Әже, сырттан өліп қалыпты. Ау шыбыным, енді ешқайда кетпейікші, мақұл күнім, мақұл». «Әже», деді сәлден соң тағы да. «Не жарығым? Біздің үйге неғып ешкім келмейді?» «Ұйықтай ғой қарағым, ұйықтай ғой, кейін бәрі де келеді». Қалампыр таң атқанша көз ілмеді. Осы бір түннен бастап Қалампыр әжейдің көңілі шындап қамықты. Бірақ немересіне сынық жүзін көрсетпей, бұрынғысынша оны еркелетіп, ақ жарқын көңіл танытуға тырысып бақты. Қанша айтқанмен кең пейіл, келмесең өкпелей қалатын қонақжайлы адамдары емес пе? Немересін алдап-сулап кемпірлермен бұрынғысынша әңгіме дүкен құрды. Зеркүлдің Түркістан аймағына күйеуге шыққан қызының қоржынының аузын сөгуге қатысты. У-шудың арасында жүріп, осындай қуаныш өз шаңырағының астында болуын армандады. Бірақ артынып-тартынып келе қоятын ет жақын туыстарының жоқ екенін есіне түскенде байқатпай бір күрсініп алатын. Олар қандай болса да әйтеуір бір қонақтың келуін тіледі. Ақыры бұл тілегі де орындалды. Бір күні кешкілік есік алдындағы жаңа асыраған сары күшік шәуілдеп қоя берді. «Бұл кім болды екен?» деп елең ете түскен Қалампыр орнынан тұра бергенде кеш жарық деп бір еркек пен бір әйел кіріп келді. Тани кетті. Бұдан 10 жыл бұрын қайтыс болған нағашы апасының немересі екен. «Жасаған-ау, дәметкенбісің? Сені де көретін күн болды ғой, шырағым-ау», деді Қалампыр оны құшақтай салды. «Қойыңыз әже, жылағаныңыз қалай бұл? Қайтейін енді қарағым», деді ол кемсеңдеп. «Ат іздеріңді салмай кеткендеріңе тым тырыссыңдар бәрің. Өзім барып келе қойын десем, әуселем мынау ошақтың 3 бұты 6 айшылық жол. Ой қарағым, келші бетіңнен тағы сүйінші. Ау маған шешесі болыпты да қалыпты. Ойбай-ау, күйеу баламен амандаспаппын ғой. Бұл кәрі адамдарды қойсаңшы. Аманбысың қалқам-ау?» «Шүкір шеше, аманшылық. Кәне шешініңдер, төрлетіңдер. Үйде айра-жайра, мына Тұрлыбек келіншегі келгенде болмаса, бұл үйдің шашылған». Ол төрге ұзынша көрпе салып 2 жастық тастады. «Я, ауыл аймақ, мал жан аман ба?» «Аманшылық, көз көргендердің бәрі сізге сәлем айтып жатыр». «Сәлемат болсын. Ата-енең қуатты ма?» «Bir gün ауру, bir gün сау жүріп жатыр ғой әйтеуір». Кәрі адам онсыз бола ма? «Ай Тұрлыбек, состиып сен неге тұрсың әй?» деді Қалампыр немересіне қарап. «Айтып қоймайтын сайрамдағы апкең келді ғой сенің, кел амандас былай». «Ойбай-ау, мұны Тұрлыбек пе?» деді дәметкен. «Мен басқа бала шығар деп тұрсам, қандай дәу жігіт болып кеткен өзі. Келе ғой маған. Ой, айналайын жігіт болғанынан». Дәметкен қолынан тартып Тұрлыбекті алдына отырғызып бетінен сүйді. «Ойбай-ау, мен неғып отырмын Тұрлыбек жанау? Сырғакүл мен Қатераға барып келші. Сайрамнан сіңесі келді де бәрін ертіп келсін. Мен асқамына кірсейін». «Әбіржіп қайтесіз әже, тамақты өзіміз-ақ жасап ішеміз ғой». «Жоқ ойбай, сендерге тамақ істетіп, қазір». Қалампыр сыртқа шығып көрші үйге айғайлады. «Ай, Ербосын үйдемісің?» Далаға әйелі шықты. «Келін, Ербосын үйде ма? Суға кеткен, не дейді? Сен не бітіріп жүрсің? Тамақ пісіп жатырмын. Тамағыңды қоя тұр, біздікінен ше саларсыңдар. Ербосын келсе бізге кеп ана қойды сойып берсінші, сайрамдағы сіңілім келді, сіңілім». «Мақұл үйне, дәметкен мен күйеуі мал сойдырмаймыз деп қанша қарсыласқан мен ештеңе өнбеді.
Қой айналайын, олай демеңдер, сендерден мен немді аяйын, мал басқа бітеді. Тұрлыбек жан аман болсын. Бас-аяғы 1 сағаттың ішінде мал сойылып, кемпір-кешек жиналып та қалды. Көрші келіндер далаға лапылдата от жағып, иісін бұрқырата бас сирақ үйтіп жатыр. Қалампыр кемпірде сабыр жоқ. Бұл ауылдың келіндері қайда түге? Деп өктем сөйлеп жүр. Бір ұрттам су қалмапты ғой, ішек-қарынды немек жумақ бұлар. Ай қатира, қайда әлгі 5 келінің? Біреуін суға жіберсеңші. Өлігің әдіра қалғыр. Әлгінде қазір барам нене деп қалып еді ғой. Күйбеңдеп шыға алмай жүрген шығар. Шелегін қайда, мен әкеле салайын. Солардан өзіміз жылданбыз ғой осы. Қалампыр әлі сөйлеп жүр. Сырғагүл әлі келмеген бе? Дауыстап қояды. Оған енді күйме жібереміз бе? Үйіне кісі келсе жетіп барамыз ғой осы. Ай, барып шақырып келе қойыңдаршы деп ойнап жүрген 3-4 балаға қарады. Тұрлыбек шықсыншы, бірге барайық. Тұрлыбек шықсыншы. Кімнің баласы мынау? Ол әпкелерің қасында отыр. Өй, әптің құрғыр, бар өздерің барып келіңдер. 3-4 бала дүркіреп ала жөнелді. Енді бірер сағаттан соң шағын ауылдың кемпір-кешіктері түгел жиналып 2 бөлмеге сығылыса жайғасты. Қазан ошақтың басына келген Қалампыр: келіндер-ау, Сырғакүл бүгін арысқа кетіп қалған екен. Сыбағасын алып қоя салыңдаршы, өкпелеп жүрер, деді бетінің терін сүртіп. Үй ішінде тойдағыдай у-шу, шадыман күлкі.